Әл-Фараби ауданында 2026 жылы тұрғын үй қорын жаңғырту бағдарламасы аясында айтарлықтай жұмыс істелді. 23 көп пәтерлі тұрғын үйдің 16-сында жөндеу жұмыстары толық аяқталған, ал қалған 7 үйде жаңғырту жұмысы жалғасып жатыр. Бұл туралы аудан әкімінің орынбасары Ержан Ерланұлы баспасөз брифингінде айтты. Жиында кейбір редакцияларға келіп түскен мәселелер назарға алынып, ресми өкілге жолданды. Сол сауалдардың арасында көп қабатты үй ауласындағы гараждар жайы қозғалды. Қазір мен тұрған Әл-Фараби ауданы Күншығыс шағын ауданында орналасқан заңсыз гараждар алынып тасталған. Бүгінгі күнге дейін 22 нысан сүріліп, аумақтан шығарылды. Тұрғындардың айтуынша, ұзақ жылдар бойы пайдаланылмай тұрған нысандар аймақтың санитарлық жағдайына кері әсер еткен. Енді бұл аймақ абаттандырылып, тұрғындардың игілігіне берілмек. Біз деген мына артында тұрған гараждардың бәрін қажетсіз болғандықтан өтініш жасағанбыз. Оның бәрі алынды, енді орнына бізге автотұрақ парковка дейді ғой, сондай салып берсе екен деп сұранамыз. Осы өтініштер тұрғындардың өтініштері болады. Соны жақсылап бізге жаңағы қазіргі заманға сай қылып үйіміздің айналасын жасап берсеңіздер екен деп әкімшіліктен тағы да өтініш жасаймыз. Қала аумағында заңсыз орналасқан дүңгіршектер мен гараждардың орналасу заңдылығына баға беретін құзырлы мекеме жер қатынастары басқармасы мен жер инспекциясы. Аудан әкімі аппараты осы нысандардың иелерін анықтауға міндетті. Иелері анықталғаннан кейін нысандардың орналасу заңдылығын тексеру үшін жер қатынастары басқармасына тиісті хат жолданады. Аудан әкімдігі орынбасарының айтуынша, нысанның орналасуы заңсыз деп танылған жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті акт түзіледі. Тұрғындарға арнайы 10 күн беріледі. Заңсыз болған жағдайда, 10 күн ішінде алынбаған жағдайда, жер бетіне өзінше иелену фактісі бойынша тиісті шара көрілетін болады. Бірақ біз оған қарап жатқан жоқпыз. Жаңағы өзіңіз айтқан гараж, дүңгіршектері бойынша өте қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жыл басынан бері біз 70-ге жуық заңсыз дүңгіршекті алдық, 100-ге жуық гаражды алдық. Әл-Фараби ауданының инфрақұрылымы басқа аудандармен салыстырғанда айтарлықтай дамыған. 2025 жылы халық қатысатын бюджет жобасы аясында 38 балалар ойын алаңы мен 2 спорт алаңы салынған. Ал биыл аталған жоба аясында 45 ауланы абаттандыру жоспарланған. Сонымен қатар демеушілердің қолдауымен мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 5 жаңа гүлзар салынды дейді аудан басшысының орынбасары. Нұрай Жылқыбай, Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.